Ноодон қанша подписчик? 4,5 миллион ноод. Ноодо 4,5 подписчик что-то ақша көп тауып жатыр ноодо. 4,5 подписчиктен табуға. Мен вообще көп ақша табамын. Қазір сендерге реклама жасаймын. Қанша $500 надо. Рамазан, короче, бізге біреулер жазып отыр. $500 төлеймін дейді. Деп ойлап отырсыздар ма? Қайдағы ақша? Жоқ, достар, біз ешқандай рекламадан ештемеден ақша таппаймыз. Себебі біз ондай таппаймыз біріншіден. Екіншіден бізге ондай керек емес. Сендерге ақшаны кім береді? Ақша бізге аспаннан түседі. Короче, достар, бізді қанша ақша табады деп ойлайтын шығарсыздар. Көп адамдар солай ойлайтын шығар. Приколочка ойлаймыз. Жоқ, бізге жазушы еді қанша табасың? Достар, сендерге өте үлкен шындықты айтатын кез келді. Ол деген ешкімге айтпаған нәрсе. Біз ютубтан әзір көрсетеміз қанша ақша табатынымызды. Осынша ақша табамыз біз деп ойлап қалмаңыздар, біз осынша ақша табамыз. Біз ютубтан ақша таппаймыз. Сонда біз не үшін видеоны түсіріп жүрміз, айтшы? Жоқ, ютубтан $6 таптық қой. $6 ба? 6-ны 3-ге өтсе 1800 теңге ғой, даже 2000 теңгеден. Не үшін түсіріп жүрдік деп ойлайсың ба біз видеоны? Біз видеоны біздің каналды көретін подписчиктер үшін түсіріп жүрміз. Олар егер біз түсірмесек, ал айтады, жетім қалады. Рамазанның бүгін тіл байлығы көбейіп кешіріңіздер. Сонымен достар, біз ютубтан басында айттық сіздерге, ешқандай ақша таппаймыз. Негізі ақша табу үшін ол монетизация деген бар. Монетизация бізде қосылған, бірақ бізде просмотр жоқ. Просмотр жоқ. Сіздер неге видеомызды көрмейсіңдер, Сол кезде біз мынандай ақша тауып едік деп айтатын едік. Сосын бір несі, ол жерде музыка бар ғой. Соған да қарайды. Музыка тоже ақшамыз деп қойған. Неше жарты деген копейка ғой. Копейкадан $1 пайдаланып. Бір сөзбен айтқанда, достар, лимонды шайға емес батке салыңдар. Короче, достар, біз ютубтан ақша табамыз, бірақ болашақта ақша табамыз деген ойымыз бар. Егер реклама жасағасын десеңізде, ақша салғанымыз келсе, қол өтсеген компьютер бізге ондай қызық емес, бізге ондай керек емес. Не дейміз? Бар шындықты айттық сендерге. Шындықты айттық. Неге ақша таппаймыз? Давай ақша табайық біз. 1xbet қызға реклама жасаймыз, а? Осы мен негізі осы видеода сұрайын деген. 1xbetке реклама жасайық па? Давай, бүйтіп эксперимент жасайық та, 1xbеттен қанша видео ақша табуға болады деп тағы бір видео түсіріп жібереміз. Жақсы, онда достар, күтіңіздер. Жақында шығып қалуы мүмкін. 1xbеттен қанша ақша табамыз. Сол, егер сіздер осыған келсеңіздер, онда комментарияға плюс жазыңыздар. Келсем деп. Нәрсе достар, видеомыз аяқталды. Каналға тіркел. Достар, сөз ақтатпа. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Каналға тіркел. Сау болыңыздар.